Белсенді туризм түрлерінің техникасы мен тактикасы пәні бойынша келесі тақырыбымыз, 6-шы тақырыбымыз туризмнің белсенді түрлеріндегі тактикалық әзірлену және әдістемесі. Бұл дәрісте келесідей сұрақтар қарастырады. Бағанағы белсенді туризмге әзірлену және әзірлеу кезінде қажетті құрал жабдықтар. Саяхат ауданын таңдау. Саяхат ауданын таңдау саяхат мақсатына, қатысушылар мүдделері мен қызығушылығына байланысты болады. Саяхат ауданын таңдаған кезде жолдарды, жолға қажетті уақытты, саяхат шығындарын, көптеген басқа да факторларды ескеру қажет. Көмекші, кеңес беруші ретінде әртүрлі ақпарат көздері қолданылады. Айта кететін болсақ, кітап, бұқаралық ақпарат құралдары, карталар, интернет, бағанағы жерлерде, арнайы жерлерде жүретін тәжірибе адамдар болу қажет. Топ құрамын анықтау. Топ құрамын қалай анықтаймыз? Жас мөлшеріне байланысты, мүдделері, көзқарастары, техникалық, физикалық дайындық дәрежесіне қарап топ құрамы құрылады. Спорттық топ болса, жорықтың күрделілігіне орай қатысушылар мен жетекшісіне қойылатын талаптарға ережеге сәйкес топ құрамы анықталады. Яғни спорттық топтың ережесі өте күрделі болып саналады. Себебі спорттық туризмде кедергілер көп болғандықтан қатысушылардың және жетекшінің арнайы дайындығы болу қажет. Немесе бағанағы олар деген спорттық разрядтары, категориялары болу қажет. Ереже бойынша бір немесе екі күрделілік дәрежесіндегі жаяу туризм, жаяу, тау, су, велосипед жорықтарының топ құрамы 4 адамнан кем болмауы қажет. Шаңғы туризмнің екінші дәрежелік жаяу, тау, су, велосипед үшінші дәрежелік жорықтарының топ құрамы 6 адамнан кем болмауы қажет. Егер де топ тым үлкен болса да жорық қиындап кетеді. Себебі топтағы адамдардың саны көп болған сайын оларды игеру және оларды басқару жетекшіге қиын болып соғады. Саяхатқа қатысушылар мен жетекшісіне қойылатын талаптар. Яғни міндетті түрде саяхатқа шығатын туристерге міндеттер қойылады және талаптар. Топ жетекшісі бұрын осы күрделік дәрежедегі саяхатқа қатысып, одан бір дәреже төмен жорықты бұрын басқарған болуы тиіс. Яғни топ жетекшісі топ құрамына қарағанда бір санатта жоғары болу керек. Яғни оның тәжірибесі басқа туристерге қарағанда жоғары. Себебі ол деген бірнеше жорықтарға қатысып, өзінің бағанағы практикалық біліктілігін жоғарылату қажет. Қатысушылардың тәжірибесі жорық күрделілігіне сәйкес болу қажет. Сонымен қатар осы ережелердің ішіндегі ең міндетті ережелердің бірі бұл бағанағы топ ішіндегі міндеттер. Яғни топта әрбір адамға, яғни әрбір туристке міндеттер жүктеледі. Алдымен міндеттерді тағайындау қажет. Топ жетекшісі дайындықты шынығуды басқарады, маршрут әзірлеу мен оның құжаттары үшін жауап береді, саяхатқа ресми рұқсат алады, жорықта ол басшы, бұйрықтары екі қайталанбай орындалуы міндет. Жетекшінің орынбасары тәжірибесі бар туристердің арасынан таңдалады. Жетекші шешімдеріне сәйкес әрекет орындағандықтан оның да бұйрықтары орындалу қажет. Сонымен қатар осы екі топ жетекшісінен басқа келесі топтағы міндет бұл деген шаруашылықты меңгеру. Бұлай айтқанда завхоз. Яғни оның міндеттері қандай? Тамақпен жабдықталуға жауап береді, олардың есебін жүргізеді, жүктерді, яғни құралдарды рюкзактар бойынша таратады, ас мәзірін жасайды, жолда ас қорын толтыру мәселесін шешеді. Сонымен қатар келесі лауазым осы топтағы бұл деген қазынашы. Қазынашы жорық алдында ақшаны жинайды, оны өзі сақтайды, немесе сақтау үшін туристердің арасында таратады. Барлық қаржы есебінен жасайды. Келесі лауазым бұл деген немесе міндет, бұл сан инструктор, фельдшер дейміз. Яғни дәрі қорапшасын қалыптастырады, оны алып жүреді, санитарлық гигиеналық ережелер орындалуын қадағалайды,
қажет болса алғашқы медициналық жәрдем көрсетеді. Күнделік жүргізуші ол да осы топтың бір қажетті лауазымдардың бірі болып саналады. Күнделік жүргізуші барлық оқиғаларды, жолдағы мәліметтердің барлығын жазып отырады. Топ күнделігіне топтың басқа мүшелері де өздерінің жазуларын қоса алады. Яғни осы топ күнделігінің арқасында болашақта маршрутта кездескен кедергілерді қиындықсыз өтуге мүмкіндік болады. Келесі лауазым немесе міндет бұл фотограф немесе суретші. Жорықты толығымен фотоға немесе суретке суреттеп оны көрсетеді. Содан кейінгі міндетті лауазым бұл жөндеуші немесе ремонтник дейміз. Яғни туристік құрал саймандар мен материалдар үшін жауап береді, құрал жабдықтарды жөндейді. Себебі туристік жорықта, туристік саяхатта міндетті түрде құрал жабдықтар істен шығады. Айта кететін болсақ, велосипедтер сынуы мүмкін, немесе рюкзактар жыртылуы мүмкін. Сонымен қатар су туризмінде қайықтар тесілуі мүмкін. Солардың барлығын осы адам, яғни осы кісіге міндеттеп, осы кісі жөндейді. Сонымен қатар жорықта бивак жұмыстарын, отын жинау, тамақ пісіру, басқа жұмыстарын кезекшілер орындайды. Яғни міндетті түрде топта кезекшілік болу керек. Яғни кезекшілік арқылы барлық жұмыстар жүріп отырады. Қажет болса түнгі кезекте орнатылады. Жорыққа дайындалған кезде де туристер әртүрлі міндеттер орындайды. Апта сайын олар кездесіп жасалған жұмыс мәселелері туралы ақпаратпен алмасу қажет. Маршрутты әзірлеу. Маршрутты әзірлеу туризм түріне, мақсатына, жыл мезгіліне, туристер тәжірибесіне, тағы басқа факторларға байланысты болады. Маршруттың тактикалық схемалары келесіден тұрады. Айта кететін болса, олар қандай маршруттар? Сызықтық, яғни линейный дейміз, айналмалы, радиалды және оның варианттары. Төртіншісі бұл түйіндектелген, яғни комбинированный дейміз. Маршрут күрделігі біртіндеп қиындау қажет. Мысалы, бірінші дәрежелі жорықта қатысқандар екінші дәрежеден өтуді көздеу мүмкін және тағы басқа. Маршрут ауданын зерттеу. Міндетті түрде маршрутты өтпестен бұрын маршрутты зерттеу қажет, маршруттың ауданын. Туристер алдын ала саяхат ауданының географиялық, тарихи, экономикалық және тағы басқа ерекшеліктерін зерттеу қажет. Ол үшін көркем және ғылыми әдебиеттер көздерін, географиялық суреттемелер мен анықтамаларды, метеорологиялық байқауларды, бұл ауданда болған туристік топтардың есептерін оқып, қарап шығу қажет. Туристер ауданның жер бедерін, ауа райы көрсеткіштерін, өзен мен көлдерінің лоцияларын, ауа райы болжамын, экскурсиялық нысандардың орналасуын, көрінісі әдемі нүктелерін алдын ала біліп, оны ақпаратта болу қажет. Осымен қатар барлық қажетті құжаттар мен рұқсаттарды дайындап қою міндетті түрде. Әртүрлі саяхаттарда, туристік саяхаттарда қатысушылардың тізімі жасалады. Яғни қатысушылар тізіміне кіретіндер жас мөлшері, қызмет орны, құжат туралы мәліметтер, үй мен жұмыс мекенжайы, туристік тәжірибе, дәреже, өтілген маршруттар мен олардың ауданы, күрделілік дәрежесі, кім ретінде өтті және тағы басқалар. Жетекші сонымен қатар нақты қандай жорықтарын басқарғанын белгілейді. Сонымен қатар маршруттың міндетті түрде қозғалыс графигі болады. Қозғалыс графигінде аталған топтың ықтимал жылдамдығын, жолдағы кедергілерін, нысандарын, жүк салмағын, физикалық хал күйін ескере тұра картада қозғалыс графигін белгілейді. Шаңғы жаяу бірінші дәрежелі жорық графигі шамамен мынадай болуы мүмкін. Бірінші күн 15 шақырым, екінші күн 20 километр, үшінші күні 20 километр, төртінші күні 20 километр, содан кейін демалыс, содан кейін барып 20-15 километр болып созылады. Екінші дәрежедегі бірінші, екінші демалыс жоспарланады. 15-20 километр, содан кейін демалыстан кейін 20-25 шақырым жүру жоспарланады.